Ене әңгімесі соңғы бөлім. Достар, сіздерден аз ғана өтініш. Менің арнама тіркеліп кетіңіздерші. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер түсіретін боламын. Балам бөлек шыққанда адам ұқсап еншісін де бермеппін. Сол жерде өзімді бөтен адам секілді сезіндім. Ұлымның үйінде ештеңеге араласып кете алмадым. Қонақтарды келіннің, туыстарының келіндері күтіп-күтісіп, ыдыстарын жуысып жинасып жүр. Кіші келін де солармен бірге әңгімесін айтып, абысынымен емен-жарқын сөйлесіп, болысып жүр. Мен қонақ секілді ештемеге араласа алмай отырдым да қойдым. Тек үлкен немере қызым ғана апалап жанымнан шықпай жүрді. Кейін үлкен келін тойбастарын қойып, құдаларға қуыс үйден құр шықпаңдар деп кигізетінін кигізді. Сонда қасымда отырған кіші келіннің анасы маған қарап, үлкен келініңіз жас та болса жарады деп, рахмет сізге, жақсы жол көрсетіп келесіз деп мені қолпаштап қойды. Құдағидың бұл сөзіне іштей жерге кірердей болдым. Менің не істегендерімді білсе, маған мұндай сөздер айтпас еді. Демек, кіші келінім анасына сөз тасымайды екен. Қайтарда үлкен келін, мама, сіздер қалмайсыздар ма, қонып асықпай қайтар едіңіздер, деп ренжігелі алғаш рет жылы қабақ танытып сөйледі. Мен қапелімде не дерімді білмей, үйде мал бар, рахмет, кейін бір келерміз деп, көзіме келген жасты көрсеткім келмей, тез-тез көлікке қарай отырып кетіп қалдым. Сөйтіп үйге көңілім құлазып қайттым. Үйге келсе кіші ұлым үлкен-үлкен 2 пакет, бір табақ тамақ, үлкен бөтелкеде қымызы бар, әкеліп столға қойып жатыр. Мынаның барлығын жеңгем салып жіберді дейді. Сөйтіп келінім көргендігін, тәрбиелілігін көрсетті. Таспен атқанды аспен ат дегендей қылды. Кейін елімізге мына індет келгенде мен қатты ауырып қалдым. Сол кезде осы үлкен балам мен келінім жүгіріп жүріп, келіннің өзі істейтін ауруханасына жатқызып қаратты. Келінімнің әріптестері жақсы қарады. Сөйтіп алдымен Алланың, кейінгісі осы келіннің арқасында көрер күнім бар екен деп аман қалдым. Сол кезде барлығының қадіріне жеттім, тәубеме келдім. Қазір Аллаға шүкір, денсаулығым жақсы. Бала шағам да аман есен, көз алдымда. Шалым екеуміз 2 үйдің арасында жүреміз. Үлкен келіндікіне барамыз, онда да немерелерге қарасамыз. Келін 3-сіне аяғы ауырлап, декреттік демалысқа шыққалы, немерелермен үйде. Үлкен келінмен қарым-қатынасымыз жақсы, өткенді ұмыттық. Кіші келінмен де жақсымыз. Ол маған келін емес, ене секілді. Барлық жерде сөзімді сөйлеп, қорғап, қолпаштап жүреді. Үлкен ұлым сол үй тойын жасағаннан кейін, үлкен қайынәпкем баяғыда марқұм енем бір жер телімін сатып әперген. Соны сатып ақшасын үлкен ұлға берді. Қайын атаңнан үй сатып алғанда алған ақшаңды қайтар, біздің саған қосқанымыз болсын деді. Ол кісінің мұнысына шалым риза болды. Қазіргі таңда осылай тұрып жатқан жайымыз бар. Ауруханада жаным қиналып жатқанда, ойпыр-ай, жеткен жерім осы болды ма, осылай жалғыздықта жатып, о дүниелік боп кетер мекенмін деп жаным күйзелді. Бүкіл өмірім көз алдымнан тізбектеліп өтіп жатты. Өмір тым қысқа екен. Біз пенделер мәңгі өмір сүретіндей аз ғұмырымызда қолда барды қадірлей алмайды екенбіз. Алдымен денсаулығымыз, отбасы, туған-туыс, бала-шаға амандығы ең бастысы екен әрине. Дүние, байлық, мансап көзімізге шел қаптатып, бар жақсыны көре алмай қалады екенбіз. Сол кезде өліп кетсем, артымда қандай
атым қалар екен. Енем мен шалымның ағайындарына жақсы келін, шалыма жақсы жар, балаларыма ардақты ана, келіндерге жақсы ене бола алдым ба? Жоқ. Алладан ең болмағанда осы қателіктердің орнын толтыруға тағы біраз уақыт берші және біраз ғұмыр берші деп жалбарындым. Сол кезде тек келінімді ғана көріп жүрдім. Сол аурухананың дәрігері болғандықтан отбасынан сол ғана кіре алатын еді. Күнде қасымда жүрді. Өзі қарап, өзі тосып, тамағымды беріп, жас баладай күтті. Алдымен Алла, кейінгісі осы ақ халатты абзал жанның, келінімнің арқасында аман қалдым. Келінімнің алдында бас иіп кешірім сұраймын. Оған жасаған қиянатым жазықсыз жазғырып, ең соңы қол көтергенім үшін өз-өзімді жегідей жедім. Өкініш өзегімді өртеді. Бағыма қарай Алла маған осындай келіндер бұйыртыпты. Осы күні бұған да мыңда бір шүкір деймін. Кіші келінімді де аяғы ауыр боп келдің деп бетіне басып кемсіткенім дұрыс болмапты. Мінезі түк болса да жүрегі таза еді. Мен айта алмағанды айтып тастап, мен жасай алмағанды жасап жүр. Ұлдарымды бөліп жармай, екеуіне де бірдей қарауым керек еді. Олардың алдында да ата-аналық борышымды өтей алмадым. Үлкен ұлыма көп салмақ салдық. Кішісіне той жасап бере алмадық. Енді болашақта Алла немерелерімнің қуанышында қызмет етіп, солардың қызығын көруді нәсіп етсе екен деймін. Барлық әйелдер қауымына айтарым, бүгінгі күнмен емес, болашақты ойлайық. Пендешілікке салынбайық, аманатқа қиянат жасап, күнәға батпайық. Барымызды бағалайық. Аллам өз сыйымызды жоғалтпай, әдемі қартайып, парасатты ене болуымызды нәсіп етсін дегім келеді.